Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге арықтататын сусынның рецептісімен бөліскім келіп отыр. Ең әуелі осындай бір уыс укропымызды алып ыдысымызға салып алатын боламыз. Келесі кезекте жарты дана лимонымызды алып видеода көрсетілгендей етіп турап алсаңыздар болады. Өздеріңіздің еріктеріңіз бойынша бір дана лимонды қолдансаңыздар да болады. Ыдысымызға туралған лимондарды саламыз және оның үстінен 5-6 дана мята, яғни жалбызды саламыз. Келесі кезекте таза фильтрленген суды құямыз, бірақ қайнаған суды құю қажет емес. Міне, осылай құйып аламыз. Өздеріңіздің еріктеріңіз бойынша 1 немесе 2 литрлік банкілерге құйып жасап қойсаңыздар болады. Өте пайдалы сусын. Міне, қасықтың көмегімен осылай барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Қақпағын жауып, сусынымызды 1-2 сағатқа қалдырамыз. Яғни ол кезде лимонның, жалбыздың және укроптың пайдалы элементтері суға енетін болады. Күнделікті пайдалансаңыздар болады, өте пайдалы арықтататын сусын. Мен де жасап жүрмін. Біздің YouTube каналымызға тіркелуді, лайк басуды және комментария қалдыруды және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге күнделікті пайдалы және қарапайым рецептермен бөлісетін боламын. Ал ас болсын!